3 күн үйде болмаған сары машина қыр басынан бұлдырлай көрінді. Сары машинаны көргенде Айсұлудың жүрегі бүрк етіп, өз-өзінен дірілдей бастады. Келмесе екен деп тілейді, көргісі де келмейді, бірақ шарасыз еді. Жандостың көңіл күйі сары машинаның жүрісінен білінеді. Сары машина шаңын будақтатып, 4 дөңгелегі 4 жаққа шашылып кетердей атой салып тоқтаса, иесі көліктен түтігіп түседі. Бұл жолы ескі көлік үй жанына жетіп жығылғандай ілби тоқтады. Жандос та сүлкіні түсіп, сүмірейіп шықты. Есік алдындағы аласа ағаш орындықта бір уыс болып бүрісіп отырған Айсұлудың жанына келді Жандос. Әйелінің әрі қошқан бетіне қарап, «Айсұлу, жаман адам екенімді білем, маған қарашы, қандай бақытсызбын» деді кенет. Айсұлу бос құтыға теңеп, жек көріп жүрген адамынан мұндай сөзді күтпеді, аңтарылып отырып қалды. Әкем қайтқалы үйден береке кетті. Жарықтық әкем барда бақытты, дәулетті едік. Өмір деген бір айналдырса, шыр айналдырады екен. Жығылғанға жұдырық болып тұралатып тастайды екен. Жандос, өз әйелің тірі тұрғанда, мені әкеліп, оны тірілей қорлағаның қалай? Оның көз жасы, қарғысы сені бақытты қылар дейсің бе? Айсұлудың үні мұрын астына міңгірлей шықты. Тыңдашы, ол кезінде ойнас жасап, қазір соның азабын тартып жатқан адам. Оның маған деген сезімі болған емес, дәулетіме қызығып шыққан. Байлықтың бәрі бір күнде көкке ұшып кетті. Қолдың кірі емес пе? Осы ауылда бір дөкей бар Жұмабай деген. Сол дөкеймен қызық көріп, тірідей намысымды жерге таптады. Кезінде сондай сұлу, адуынды, өткір әйел болатын. Мен байғұс амалым қалмай, ішкілікке салындым. Бір күні ішіп келіп, әйелімді өлімше етіп сабадым. Ол қашып құтылып, ауыл сыртына шығып кеткенін байқамай, қапыда құдыққа құлады. Сенімен кездескенде арты бұған ұласады, сені тез келісім береді деп ойламадым. Көңіл көтеру үшін барып жүрген көп қыздардың бірі болатынсың. Бір жағынан мына сиқы қашқан үйдің өңін кіргізетін бір адам керек болды. Ол адам сен болып шықтың. Ал қазіргі мендегі сезімім, білесің бе? Қазір менің қарындасымдайсың. Бәрі көзді ашып жұмғанша өте шықты, аяқ астынан. Менің саған деген сезімім махаббат емес екен. Шатасыппын. Дәл қазір өмірімнің күл талқаны шыққандай, мен үшін өмірімнің мәні қалмады. Қалаға кетіп оқуға түскім келеді. Бұл жерге өз-өзімді түсінуім үшін, жүрегіме тереңірек үңілуім үшін ғана келетін сияқтымын. Бұл жер мен үшін жан дүниемнің қақпасын ашып берген есік болды. Рұқсат берсем, мен ауылыма қайтып, ата-анамның алдынан өтіп, қалаға кетсем деймін. Арамызда болған нәрсе бір қателік деп есептейік. Айсұлу Жандосқа жасқана қарады. Жоқ, бүгін оның сиқы өзгеше. Салиқалы, сабырлы адамға айналып шыға келіпті. Жандос болса күрсінді. Жоқ, оған рұқсат бере алмаймын деді сосын. Біраз уақыт өтсін, әлі-ақ бір-бірімізді сүйіп кетеміз. Шай дайын ба деді. Айсұлудың соңғы үміті сөнгендей, аңдамай басқан қадам үшін өмір бойы бармақ тістеп, өкініп өткісі жоқ. Бұл енді күн сайын үйден қашу жоспарын құратын болды. Ауылдың таксилерін жалдайын десе, бір тиын ақшасы жоқ. Жаяулатып қашайын десе, сары машина артынан жаналғыштай жетіп келетінін біледі. Ауылдың бағытында білмейді бұл бейшара. Суға батып бара жатып, тал қарпыған жандай бұл енді тағдырына мойынсұнбауды ұйғарды. Жандостың анасынан сыр тартып көрді. Бұның ауылы мен осы ауылдың арасынан 2 ауыл бөліп жатыр екен. 4 сағаттық жер. Арман болған 4 сағаттық жер. Қайтсе жетеді. Қанағат қылмайтын қайрат көңілі ала бұлтып, сол жаққа жетсе ғана тыныштық табатындай. Өмірдей жас өмірі қор болды-ау. Жандос бірнеше күнге жоғалып кеткен кезде қапысын тауып қашу керек. Бұл ну орманда адасып, өз сүрлеуіне емес басқа патшалықтың үңгіріне түсіп кеткендей, өзін бұл үйде тым суық, бөтен сезінеді. Аңшының оғынан жасқанған еліктің лағы секілді. Тырс еткен дыбыс шықса, жүрегі кеудесінен ытқып шығып кете жаздайды. Бұны біреу бұрымынан сүйреп, ит байласа тұрмайтын құмның арасына жалғыз өзін лақтырып тастағандай. Үйдегі жандарға қараса да көрмейді. Тоз-тозы шыққан қабырғалардағы кілемге қарап жатып, қиял бұлттың арасына жасырынған аяулы арманын елестетеді. Бұйра құмға басымен батып бара жатқандай үні де шықпайды. Күні бойы ешкімге тіл қатпай, өз-өзімен алысады да жүреді. Жалғыздық деген тәннің жалғыздығы емес, жанның жалғыздығы екен ғой деп күрсінеді сосын. Мейлі ата-анаңның бір түйір қызы бол, мейлі әпкең, сіңілің болсын, жаның жүдесе жалғызсың.
Ойлап жатса өз үйінде хан қызындай қамсыз өмір сүріпті. Бұныкі тек барға қанағат қылмау болған екен. Мектепте қанша қыз бұнымен құрбы болғысы келсе де, бәріне ешкімге жақтыртпайтын тәкаппар көңілімен қараған екен-ау. Шашылған байлықтың ортасында отырмаса да, ата-анасының сүйіктісі болғанының өзі не тұрады, неге татиды? Байлық деген сүйу, сүйікті болу екен ғой. Міне, байлық деген осы екен. Бұл жақта таңда басқаша атады екен, бір түрлі мейірімсіз. Терезеден төгілген сәуленің ұшқыны бұған жетпей, тоқтап қалатындай. Қараңғы қапаста жалғыз өзі мәңгілікке қалғандай. Жүрек байқұс қана жан ұшырады. Тілі болса, неғып отырсың? Қаш, арманыңа қарай қаш, артыңа қарама дер еді. Жалғасы бар.